Сырқаттың қай түрі болмасын жеңіл тиген бе? Бүгінгідей дәрі-дәрмек іздеп сабыланбай, айналамызда күнде көріп тұрмысымызда қолданып жүрген өсімдік өнімдер емге қолданылған. Әрі сол ем-домдар кеселден айықтыруда тамаша нәтиже берген. Құрметті көрермендер, мынау дәрінің жоқтығына, кейбір ауылдарға, селоларға дәрі жетпей жатқандықтан, ауылдарыңызда болған жағдайда, бұл әр ауылда болады деп ойлаймын. Бал, мынау глицерин аптеканың бәрінде бар деп ойлаймын. Лимон, мынау жұмыртқа. Бұның көмегі қазір жөтелі көп. Балалардың жөтелі, ауыр жөтелдер көк жөтелге айналып жатыр. Сондықтан сол жөтелдің күші қайту үшін ем ретінде, дәрі ретінде қолдануға болады, және жақсы. Балалардың кейбіреуі таблетка дәрілерден аллергия болып көтере алмай жатады. Сондықтан мынау ең оңай, ең қажетті, ең күшті дәрі деп шешім болып жатыр. Соны сіздерге көрсеткім келеді. Бірінші 10 минут қайнаған суға 10 минут лимонды салып қайнатып аласыздар. Бір ас қасық толы медқа 10 минут қайнатылған лимонды кесіп, орталарын былай кесіп, согын осы бір ас қасық балға қосасыз да, 1-2 минут. Қосылған бал мен лимон согыне бір шай қасық глицеринді қосып, 1-2 минут әбден араластырып, бір-бірінің қорегін бірін-біріне сіңдіріп, осы қосымшаға жұмыртқаның сарысын бөлектеп алып, мұнда қосасыз. 2 жұмыртқаның сарысы керек жөтеліңіздің басылуына. Бұлай әбден араластырып, жас балаларға 1 шай қасықтан 3 сағат сайын беріледі. Орта жастағы адамдарға 1 ас қасықтан 2 сағатта 1-2 күн осылай қабылдаса, жөтеліңіз 3-ші күні қояды деп уәде бере аламыз. Сіздерге осы дәріміз шипалы да емді болсын.